Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Эфирде тарихтан тағылым бағдарламасы. Біздің әңгімеміз қазақ халқының, Қазақстанның тарихы, оның ішінде археологиясы қатысты болады. Бұл орайда біздің қонағымыз тарих ғылымдарының кандидаты, археолог маман Мұрат Қалменов. Мәке, қош келдіңіз. Енді қайтып оралған тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы деп отырмыз. Мен осылай айтамын көбіне, тәуелсіздіктің 30 жылдығынан гөрі қайтып оралған. Өйткені қазақ болғалы бодан болған жоқ, отарлауда болған жоқ. Ол елдің өмірін сүрді. Қазақ хандығы Жәнібек керейден бермен қарай қанша хандарымыз өтті. Сол кезде қазақтың еркіндігі болды ғой. Жер үсті, көк асты деген сияқты. Одан кейін заман түрленді, өзгерді, нешелер саясат. Сондықтан да қайтып оралған дегенді айтқан жақсы көріп отырмыз. Осы орайда біз қазақ археологиясы жайлы айтсақ дейміз. Енді қолда бар мәліметтерге қарап отырсақ, Қазақстанның жерінің сол қазба тарихын зерттеу 1733 жылдары болды деп айтады. Енді қарасам, 1731 жылы біз Ресейге қосылдық, одақтас болып, кіші жүзден бастап. Сонда қосылғаннан кейін көп өтпейді, 1-2 жылдан кейін құрыл қалып тұр ғой. Бұл жердің тарихын зерттеу жер астында не бар деген сияқты да мәселені. Соны ойлаймын. Сосын және зерттегенде бұл қазақтың тарихы деп зерттеген жоқ. Ресей империясының жері бұл біздікі деген бағытта зерттелді. Қаншама жерлер төрт тараптан, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс табылған жәдігерлер әрине Ресей жаққа кетіп отыр. Санкт-Петербургте, Мәскеуде, басқа архиві бар. Енді қазір 5000-дай жәдігер бар деп айтады да осы. Шетте жүрген. Осы орайда біздің қазақ археологиясы 20 жылдан бастап қолға алынды дейді. Ол да жаңағының ізіменен келеді енді. Енді өзіміздікі осы қайтып оралған тәуелсіздіктің 91 жылынан бермен қарай. Әлкей Марғұлан атындағы институттың құрылуыменен осындай мәселелермен басталды. Соның белі ортасында өзің жүрсіз. Жаңағы Әлкей Марғұланды айтамыз, Бержанда Ақышевтарды, Карл Байпақ, толған көп адамдарды айтамыз, 20 шақты ма, 30 шақты ма, солардың ішінде сізді бар деп білемін мен өзім. Осы орайда әңгімені тарқатсақ. 30 жылдың ішінде, соның ішінде мен араласып жүрген, осы айналып жүрген археология саласында өте көп өзгерістер болды. Мысалы, мен жеке өзім ең алғашқы археологиялық қазба жұмысын 1991 жыл 15 августте бастап жүрдім. Тағында 30 жыл болды, шындығында осы. Осы күзгі салып, осы ақтыр ғой. Осыда жүргенім. Енді айтатын болсақ, ең алдымен әрине мына археологиялық жәдігерлер, артефакттар дейміз ғой, біздердің тілімен айтқанда, оларды жинау, оларды зерттеу енді кейінірек болды, көбінесе жинау, коллекция дейміз ғой. Біз сол енді жаңа сіз айтып кеткендей 1730 жылдары, 35 жылдары бірінші және екінші академиялық экспедиция деген ұйымдастырылды. Бұл енді Ресейдің императоры Петр I-ның жарлығымен сонымен ұйымдастырылып, осы біздің қазақ жерімізге ең алғашқы осы жердің табиғатын, халқын, сонымен қатар оның жер асты, жер үсті байлықтарын, тарихи жәдігерлерін бәрін жинақтау, бір үлкен бір коллекция жасау мақсатында осы экспедициялар ұйымдастырылды. Соның басында Миллер деген тұрды? Миллер болды. Бірінші академиялық экспедицияда, екінші академиялық экспедицияда ол да қатысты, Фальк болды. Көптеген енді Ресейдің ғалымдары болды, бірақ көбісінің ұлттары орыс емес, көбісі немістер, голландықтар, солар шведтер болды. Солар келді. Енді олардың алдына қойған мақсаты осы біздің жеріміздің, ұлан байтақ жеріміздің байлықтары. Егер қандай да бір форпосттар немесе кішкене қалалар салатын болса, ол жерге су жақын ба, орман жақын ба, халқы қандай, соның бәрін зерттеп нетті экспедиция ұйымдастырылды. Ал енді сонымен бірге олар осы біздің территориямызда орналасқан тарихи ескерткіштерді бәрін қағазға түсіріп барды. Енді кейін ала карталарды сала бастады. Оған ең алғашқы
енді Ремезовтің картасын айтсақ болады. Ол кезде ол Ремезовтің картасында да мына біздің қазіргі солтүстік өңірлер, шығыс өңірлер, орталық өңірлер және батыс өңірлердің кейбір жағы мына нысандары осы карталарға кірді. Яғни ол картада археологиялық қазба жерлері белгіленіп тұр ғой. Енді жоқ, ондай емес. Мына археологиялық деп белгіленбеген. Бұл жерде мына топографиялық нысандар, топографический объекті деп берген. Өйткені олар мысалы 1851 жылы мына Ресей империясы мына Орта Азияны жаулап алу үшін олар мына алдымен мына барлау жұмыстарын жіберді. Осындай экспедициялар ұйымдастырылды. Бұл енді бірінші орында Хива, Қоқан, мына хандықтардың, Бұхара әмірліктерін бәрін жаулап алу мақсатында ұйымдастырылды. Олардың мына соның ішінде мына Эверсманның соның ішіне кіргенді айтсақ болады. Сонымен қатар басқа да жаңағы ғалымдар айтты, әскери ғалымдар. Міне солардың жағы алып барған мына күнделіктерін, мына шығармаларын қарайтын болсақ, олар тек жағы мысалы қандай да бір әскери мына бөлімдер жүретін жерлерін, жолдарын бәрін зерттеген. Сонымен қатар сол жолдардың айналасында құдықтар зерттеген. Мысалы біздер мына үстіртпен мына екі Арал теңізі мен Каспий теңізі ортасы енді үлкен бір жағы мына шөлдік жер ғой, су жоқтың есебі. Міне сол егер әскер өткен кезде олар қинала ма, қиналмай ма, сонымен қатар мына жануарлар дүниесін нетті, оның азықтанатын, қоректенетін жануарлар бар ма, соның бәрін зерттеді. Бұл енді біріншіден біздердің жеріміздің мына ауа райы, климаттық жағдайы мына тропикалық, субтропикалық деп олар ойлаған басында, сондай есептер берген. Соған сеніп мына 1851 жылы осы мына Орта Азияға мына осы біздің қазіргі Атыраудың бұрынғы енді Гурьев деп аталды, сол порфасынан жүре бастаған. Бірақ олар мына күздік кезеңде, сонымен қатар мына қыста мына ауа райының біздерде өте ауыр болатын есептемегесін, ол енді бірінші жүрісі ол мына іске аспады. Сонымен арадан 20 жыл өткеннен кейін 1873 жылы енді олар Орта Азия жерлерін алды. Бұлардың барлығының мақсатын көресің, яғни отарлауды қарқынды жүргізу, мақсатты жүргізу, өздеріне ыңғайлы болу, жаңағы ас сусыз қалмау, сол мәселе ғой. Әскерді қамтамасыз ету, сөйде жүріп, жер астында қандай байлықтар бар, империяға керек. Сол мақсатта жүріп тұр ғой. Ол осы халықтың тарихы болсын, одан тағылмалық деген мақсат жоқ қой енді. Жоқ, енді тарихы болғанда, мысалы, әрбір халықтың өзінің тілі бар, өзінің тарихы бар, өзінің мәдениеті бар. Міне сол құндылықтардың негізінде ұлт болып ары қарай дами береді, ары қарай ұрпақты жалғаса береді. Ал енді бұлардың мақсаты осы мына мәдениетті, тілді, дінді, сонымен қатар даже немен қоректенетінін бәрін, соның бәрін жазып барған. Бірақ олар білгісі келді, олар дамытқысы келмеді, олар тек білгісі келді. Білу үшін. Біз кімнің жеріндеміз? Кім дұшпанымыз деген сияқты ғой бұлар. Сондай мақсатта болған. Енді әрине бәрін бір таспен бәрін жаудыра беруге болмайды. Олардың арасында да оқымыстылар бар, жақсы бір зерделер бар ғой. Өйткені енді ғылым аты ғылым ғой, ғылым енді мынау зат ақ болса, соны ақ қылып көрсету, соны дәлелдеп беру. Оны қара деп немесе сұр деп айтпау. Саясат пен ғылым деген негізі келіңкіремей келіспейтін нелер көп қой. Әрине ондайлар көп. Мысалы қазірдің өзінде де мына қазба жұмыстарының кезінде табылған заттарға қарап, біздер мына саясатқа қарауға да қараймыз. Өйткені ол енді мына қалыптасқан тарих дәлелдерін бәрін жоққа шығаратында факттер бар. Міне енді олар бірден болмайды, уақытымен бәрі ғылым айналысқа, сонымен қатар адамдардың психологиясына, ой өрісіне бәрін енгізу керек. Ол бәрі бірден болмайды. Гректің тілі деп айтады ғой, археология деген. Архео деген жаңағы көне, логия деген жаңағы ғылым деген білдіреді. Яғни көне ғылым. Бұл деген қазақтың жерінде болсын, жалпы әлемдегі жерлер болсын, оның тарихын бірнеше миллион жылға шегендіреді. Әжағынан қозайды. Теория жүзінде мысалға былай деп айтып қаншама томдар жазылғанмен де, оның жаңағы нақты жәдігерлер табылған кезде
ол басқаша сөйлеп кетеді екен. Әрине. Сол жағынан да бұл археология Гордон деген ағылшын ғалым айтатын, бұл микроскоппен мысалы ағзалардың клеткаларын табады ғой мысалы, сол сияқты мүмкіндік ашып берді дейді ғылымға, тарихқа. Қолыма жете бастады. Мысалы Қазақстанның жеріндегі неше түрлі жаңағы дәуірлерде қандай адамдар өмір сүрді, арғы соның ғана қол жетіп жатыр мысалға. Әрине, қазір мына 21-ші ғасырда мысалы ғылымның соның ішінде мына сандық дейміз, цифрлық ғылымның мына қарқынды даму кезеңі. Өйткені мысалы бұрын мына археология қазба жұмыстарында көбінесе басымдылық археологияға берілетін еді. Қандай да бір нысанды қазып, оны жағы зерттеп, оның өлшемдері, оның жағы мысалы шыққан жәдігерлер қай заманға тиісті, қай ұлтқа, қай неге тиісті, соның бәрін дәлелдеу керек. Қазір ол кешенді болды. Мысалы адамның немесе остеология дейміз, мына жануардың сүйектері табылады, оны ары қарай зерттеуге қазір мүмкіншілік бар. Өйткені ол жануардың қай кезеңде өмір сүргені, кейін немен қоректелгені, мысалы сол жануар осы арада болды ма, осы жағы ландшафт дейміз ғой, сол жерде өмір сүрді ме, өмір сүрген кезде оның жаңа айналасында жағы жыртқыш болса, немесе жаңа шөпті жағы жануар болса, оны немен қоректелді, кейін оның жаулары қандай болды, соның бәрін дәлелдеуге болады. И сонымен бірге оның мысалы сүйектерінің өзінен мына етінің мына ткань дейміз ғой, құрамында қандай белоктар, қандай витаминдер бәрін болған соны анықтауға болады. Сонымен қатар дәл сондай жағыне, мысалы мына адам сүйегінде, ол аурудан қайтыс болды ма, ол қандай да бір жағы, білмеймін, жағы шайқаста ма, недеме қайтыс болды ма, немесе ол өзінің жағы жасы келіп қайтыс болды ма, организм жағы нетіп, міне соның бәрін дәлелдеуге болады. Бұл антропология. И сонымен қатар, мысалы қандай да бір зат шықты. Мысалы, мынау пластин жасалған жағы 21-20 ғасырдың жағы продукциясы деп атаймыз ғой. Мысалы сол кезеңдегі ол қандай металдық дейміз мысалы, қандай металдан жасалды. Оның жағы мына өңдеу жолы қандай болды. Ол металл мына айналада бар ма жоқ па, немесе басқа жерден әкелді ме. Әкелінсе ол жерде қазір бар ма жоқ па. Бар болғанда ол жердегі тұрған жағы ұлттар, адамдар бәрі сонымен қазір пайдаланбай ма, оны ұмытып қалған жоқ па, қазір күнге жаласып келе жатыр ма ол жағы, қандай да бір кәсіп. Мен соның бәрін дәлелдеуге болады. Яғни кешенді түрде, жан-жақты кешенді түрде. Осыған біздің археология ғылымы да қол жеткізіп отыр ғой қазір. Әрине, енді бәрі бірден болмайды. Өйткені мына 30 жылдың ішінде жаңа басында айтып кеткенде көптеген жағы даму, алға жүру, мына жастар қосылып жатыр, мына олар бар. И сонымен қатар кемшіліктер де көп. Оны жаңа мойындау керек, мамандарды дайындау. Міне ол өте өзекті мәселе болып тұр. Өйткені қазір мына біздің мемлекетімізде осы археология саласында мамандарды дайындау тек мына орталық қалаларда, ол жағы Астанада, ол мына Алматыда, сонымен қатар мына солтүстік өңірлерде бар азғантай. Ал бірақ мына біздің батыс өңірде жоқ. Бірақ бұл мамандыққа аз келе ме? Әрбір студент қызығады. Мысалы, далаға шығудың өзі барып ол табиғатын, оның жағы жануарлар әлемін, сонымен қатар мына далада мына өмір сүру азғантай болса да, жағы бір апта, 2 апта болса да, оның бәрі мына адамның мына қаладағы бір форматтан шығып, сыртқа шығып, сол кезде адамның кім екенін сол жерде көрсетіп, сондай бір жағдайлар, ситуациялар болады, сол жерден шығып кету, кейін жағын ет. И сонымен бірге жұмыс істеу. Жұмыс істеген кезде өздері мына кәдімгі физикалық жұмыс істеп, сонымен қатар мынандай жаңа айтып кеткенде артефакттарды табады. Тапқаннан кейін ол жағы студенттер сұрақ қояды. Маған қояды, бірінші кейін өздері қояды. Мынаны 2000 жыл бұрын, 2,5 жыл бұрын қалай жасады? Ол кезде қазіргі ешқандай инструмент ештеңе жоқ. Қалай жасады? Қызығушылық оянады. Енді бірақ өкінішке орай мына ары қарай жалғастыруға мына баратын жастар, мысалы мен өзім жеке араласып жүрген студенттер арасында айтам, мына аздау. Өйткені бір жағынан енді мына өмір тұрмыс билейді деген сөз бар ғой қазақта. Сол сияқты соған да тіреледі. Сол және адамның өзге ішкі бір қасиеттері, тәлімдері, төзімділік, шыдамдылық. Бұнда бір ғылымға адалдық берілу керек те, мықты. Мысалға, жаңа жай ғана бір мыс қола емес, кесек, тай-тұяқтай алтын болады ал. Сол кезде ол ғылым үшін болса, ол алтын мемлекеттік екен, елдік тарих екенін біледі. Ал енді адам болса,
жолдан тайып кетуі мүмкін, басқаша бір көзқарас. Ол адамның мінезін мықты болу керек қой бұларда. Ішкі рухани дүниесі қандай. Иә. Осының бәрі жауап береді. Сондықтан да бұл қиын жұмысқа шыдай алмай кетіп қалады маман болғанмен де. Олар тәрбиелеу мәселесі бар көп. Иә, ондайлар көп. Мысалы, менімен бастаған өзім достарым, таныстарым, солардың көбісі тастап кеткендер бар ғой, басқа жағы салаға кеткендер. Бұл енді жаңа сіз айтқандай, шыдамдықта, сабырлықта керек. Әрі қолдау керек мемлекет тарапынан бұған. Әрине, қолдау керек. Бірақ қолдау қазір біз қоғамда сондай бір түсінік қалыптасты. Қандай да бір сала болсын, ол жаңа археология деп айтпай қояйық. Оны қандай да бір мерекелік кезеңде қандай да біреу келген кезде сол кезде есіне түседі, сол кезде қолдайды. Басқа кезде қолдамайды оны. Барсың ба, жоқсың ба білмейді дейсің де. Мысалы, қандай да бір жаңағы бағдарлама қабылданады, сол кезде ойбай, ананы істең, мынаны істең, сол кезде есіне түседі ол. Оның сенің жаңағы өндірістік базың, нелерің бар ма, жоқ па, сенің қасында жүретін командаң бар ма, оларға ешкім мән бермейді. Тек жоғарыдан бұйырып келеді, бәрі алға бас дегенді кешіресің. Мысалға, бір жерде зерттеу үшін бір ауыл ма, қалашық па, экспедициядан шыққан кезде 30-40 адам болуы мүмкін ғой. Олардың жатын орны бар, тәнағы бар, келіп кету бар, оның барлығы деген үлкен шығын ғой бұл аранда. Зерттеп жатыр 2000-3000 жыл бұрынғы тарихты аранда. Ол болашақ үшін өте қажет нәрсе. Кітапқа, оқулыққа солар ену керек мысалы аранда. Мысалы қараңыз, қазірдің өзінде осы біздің Батыс Қазақстан облысында кейінгі осы 10 жылдың ішінде қаншама археологиялық құнды материалдар табылды. Олар енді көбінесе ғылыми есептер бойынша мақалалар болсын, ғылыми журналдарға, мысалы қандай да бір конференцияларға, мысалы Марғұлан оқулары деген бір жылда өткізетін археология институтының, мен соның жағы кітаптарында, журналдарында жарық көреді. Ал бірақ сіз айтып отырғандай, көпшілікке ол жағы мектептегі оқулықтар болсын, ол жағы жоғарғы оқу орнындағы оқулықтар болсын, оған әлі енген жоқ. Мен айтайын дегенім, осындай жағы нелердің бәрін, мысалы қандай да бір жаңадан мәліметтер, қазба жұмыстардан табылған қандай да бір ашулар, мен солардың бәрін мысалы кітап қылып қағаз қылып шығармай, оның жағы электронды түрде шығарса да болады. Керек адам таба алады, танысады, оқиды дейсіз. Оны қандай да бір жүйені ұйымдастырып, соған мысалы биыл 2021 жылы облыста 4-5 жағы археологиялық қазба жұмыстары жүрді. Мынандай кісілер алып барды. Солардың жұмыстарының нәтижелері, алдын ала нәтижелері осындай деп, қандай да бір бір форматта бір соны шығарып қойылды. Оны әрбір адам, кеше сөз сөйлеп, әрбір адам өзі барып өзінің телефонында болсын, басқа да гаджеттерінде болсын, соны оқуға, соны мәлімет алуға болады. Және кітапта емес, қайта нететіндей, мысалы кітапқа қателік кетіп қалса, ол кетіп қалады ғой. Мынада түзеуге мүмкіндік бар да, толықтыруға мүмкіндік бар да, жаңадан ашылған, жаңа бір табылған ғана бір жәдігер, қылыш дейікші мысалы, қорған. Соған байланысты мәліметтер табылса, алдын аздау болса, кейін зерттеу қосуға болады. Әрине. Өзің ой пікірлерін жазуға болады. Мысалы қазір қанша біздің басқа қаладан тыс жерлерде, ауылдарда болсын, неде болсын, көрген сондай ескерткіштердің орындары бар. Мысалы немесе далада жүріп тауып алған жәдігерлер бар. Мысалы мен сонымен өздерінің ой пікірлерін жазып, немесе фотосуреттерін беріп, соны ары қарай дамытуға нетуге болады. Жалпы біздің қазақ археолог мамандарының бір бас қосулары ортақ пікірталас өткізетін алаңдары бар ма? Алаңдары бір институт жаңағы Марғұлан атындағы институтта ма, болмаса қалай деуге болады? Мысалы, жыл сайын Алматыдағы археология институтында мен айтып кеткенде Марғұлан оқулары болады. Мен соған бас қосыламын. Мысалы, биыл 26-27 октябрьде болады. Амандық болса. Сонымен бірге
мына Ақтөбеде мына Қадырбаев оқулары бар. Ол енді 2 жылдан бір өтеді. Сол жерде бас қосулар болады. Сонымен қатар мына Астанада Гумилев атындағы жағы ұлттық университеттің базасында мына Айкішевтің оқулары болады. Ол енді жыл сайын болады. Міне осыларда көбінесе біздің жағы мемлекетіміздің жағы мамандары, сонымен қатар мына көршілес мемлекеттердің, басқа мемлекеттердің мамандары бас қосулар болады. Бұнда пікір алмасу, жағы өздеріміздің мына қазба жұмыстарының, зерттеу жұмыстарының табылған заттары бір қандай да бір жағы ой пікір, соның жағы мүмкін дәл сондай жағы артефакттар олардың жерлерінде кездесті ма, басқа жерде кездесті ма, кәдімгі ғылыми жағы пікір таластар болады. Тарихшыға, археолог маманға бір алға ілгерілеуге бір шабыт береді, қозғаушы күшті. Әрине. Өз-өзіңмен қайнап қалмайсың. Әрине. Ақыл алмасу, пікір алмасу деген сияқты мәселе. Енді ғылымның, ол тек ғылымның емес, әрбір жаңа саланың мына заңдылығы, ол қандай да бір жағы, білмеймін, бір ашуды тек өзіңнің мына неңде әлеміңде тек сонымен жағы қайнап пісіп отыра берме, соны сыртқа шығарып, сол мына пікірлер жағын етіп, ой пікірлер дейміз, басқа да бір жағы мына көзқарастармен қарау, мысалы мына қандай да бір затқа әртүрлі ракурста қарау керек дейді. Оның жағы оңтүстігінен, солтүстігінен, астынан, үстінен деген сияқты. Ал біздер тек бір жағынан қарамай, оның басқа жағынан қарап. Мәке мысалға былай, біздің жердің тарихи жәдігер қазба байлығына Ресейде, басқа Европа, шетел ғалымдары да қызығып, кейде бірігіп зерттеулер қолға алынып жатады. Ал біздің ғалымдар көрші аймақтарға, шетелдерге барып осындай жұмыстар жүргізуге кірісіп жатыр ма? Археологтар шақырылып, болмаса өзінің қызығушылығымен, болмаса біздегі өткен бір тарихтың, жәдігердің жалғасы бәлкім көрші мемлекетте шығар. Иә. Әрине, ондай бар. Өйткені, мысалы, қазіргі мына 2021 жылғы мына мемлекетаралық шекаралар бар ғой. Ол мысалы бір 500 жыл бұрын ондай болмады. 1000 жыл бұрын әрине ондай болмады. Мысалы, осы жерде тұрған қандай да бір жағы ру тайпа болсын, ұлттар болсын, халықтар болсын, олар әрине бір-бірімен қарым-қатынас жасады. Ол жаңа табиғаттың заңдылығы. Міне сол сияқты, мысалы, осы жерде отырып, келесі жылы болсын, келесі маусымда болсын, мына қазір Ресей жаққа, немесе мына Кавказ жаққа, немесе мына қазіргі оңтүстік Сібір жаққа, сондай Орта Азияға кеткен мысалдар көп. Оның жағы демография жағы несінде заңдылығында көрсек болады. Оның біздер жағы мына этнографиядан саласында көрсек болады. Басқасын айтпағанда жібек жолының өзі қаншама сауда-саттық, мәдени алмасулар. Мысалы, қазірдің өзінде мына әрбір мемлекеттің ішінде мына өзінің негізгі халқы болады, ұлты болады. Мысалы, Қазақстанда қазақ ұлты. Мысалы, Германия ол жерде неміс ұлты. Мына Ресей ол жерде орыс ұлты. Сол сияқты мен айтайын дегенім, осы ұлттардың арасында қазіргі тілмен, мына ғылыми тілмен айтқан диаспоралар бар. Мысалы, білмеймін, ұйғырлар болсын, мына орыстар болсын. Мысалы, мына өзі Темір ауданында Ақтөбенің мына Болгарка деген жер бар. Ол жер болгарлар тұрған. Ойланып қараңыз, Европаның ана Болгариясынан бері қарай келгендер. Немесе мына біздің Қызылордада, даже Қазақстанның барлық жағы облыстарында барлық өңірлер кездеседі, кәрістер да, кәріс ұлттарын. Олар ту қиыр шығыста ғой кәрістер. Қалай мына жерге келді? Міне сол сияқты бұның бәрі жағы байланыстар, коммуникация болды. Міне сонымен көрсекте болады қазіргі кезеңде да. Сонымен қатар, мысалы, олар немен айналысты? Мысалы, біздер қазақ ұлтын айтатын болсақ, ол жаңа әркімнің жаңа миында қалған қалыптасқан ассоциациясы, ол мына мал шаруашылығымен айналысты дейді. Мал шаруашылықтың, мысалы, тек жаңағы бір қойды, түйені, сиырды, жаңа жылқыны бағу емес, онымен қатар оны жаңағы қарау, баптау, кейін оның мына сүт өнімдерінің әртүрлі жаңа өнімдер жасау, оның терісін пайдалану, оның сүйектерін пайдалану, оның бәрі үлкен бір өнеркәсіп бұл. Мысалы, жүнді немесе терісін өңдеудегі инструменттер.
қандай болғаны. Сонымен қатар осымен келіп, мына халықтың, әрбір ұлттың өзінің жағы мәдениеті қалыптасады. Бұл жағы неше мың жылдан бері жатыр. Мысалы көбісі айтады ғой, мына ғалымдар айтады, баяғы 30-шы жылдар қалыптасқан бір көзқарас, сақ-сарматтар жағы, ру тайпалар, олар Иран тілдестер болды дейді. Жеке өзім сонша жағы қазба жұмыстарын тауып жатыр, нетіп жатыр. Оның ішіндегі заттарда ой өрнектерді, қолданған, пайдаланған заттарына бір мына логикалық жақтан мына есеп беретін болсақ, онда бұл Иран тілді емес. Өйткені қазіргі Иран деген мемлекет, Иран тілдес деген кеше мына 30-шы жылдар пайда болды. Олар парсылар. Бұндан парсы ахемейттер жағы болды, парсы болды, не болды. Кейін қанша жағы ағылшындардың, француздардың қол астында болды. Енді қараңыз, қазіргі Иранның мәдениетінде мына ой өрнектер бар ма? Мысалы, сақтардың, сарматтардың, мына бізде сарматтардың жағы қанша жағы жәдігерлер бар. Соны қандай да бір жағы артефагынан, ой өрнегі бар артефагынан қараған ой өрнек алсаңыз, қазір қазақтың біздің ой өрнегі. Иранда бар ма сондай? Жоқ. Жоқ, абсолютно. Яғни, жаңағы өткен дәуірдегі адамдар біздің ата-бабамыз, біздің арғы тегіміз. Әрине, оның ешқандай değil. Осы аймақта осы жерде өмір сүрді. Әрине. Сосын мына Ибн Халдун деген ғалымның бір зерттеуі түседі. Араб болса керек, ас адамның арғауы деп қазақ айтады ғой. Жаңағы арабтар зерттейді. Бұлар енді түйемен жүреді. Түйені мінеді, көлік қылады, түйені азық қылады, сүтін ішеді деген сияқты. Соның мінезі бойларында бар деп айтады да. Көшпенді халық иіс түркі қызба келеді, жауынгер келеді дейді. Бұлар жаңағы жылқы дейді. Жылқы дейді. Рас қой бұлар. Әрине. Сол жаңа сіз айттыңыз ғой, жаңа төртілікпен айналысады. Бұны жаңа өңдейді, қол өнері бар, қаруды жасайды, оны ас қылады, көлік қылады. Яғни адамның халықтың бір болмысы қалыптасады. Енді қараңыз, енді қазір ғылыми тұрғыда жаңа дәлелденді. Виктор Федорович Зайберт деген біздің отандық ғалымымыз бар. Осы мына ботай мәдениет деген ашты баяғы 80-ші жылдар, кейін оны ары қарай зерттеп, ол дәлелдеп берді. Осы қола дәуірінің кезеңінде, инеолит пен қола дәуірінің кезеңінде, енді 5,5-6 жыл бұрынғы, сол кезеңде осы жердің ру тайпалары, тұрғындары ең алғашқы рет осы Еуразия континентінде жылқыны қолға үйреткен. Ойланып қараңыз, жаңа сіз айтып отырсыз, жылқыны жағын етіп. И сонымен қатар, мысалы, мына жылқының қолға үйреткеннен кейін, оны мына көлік ретінде пайдалану. Бұл үлкен бір жағы, мына жүрген, қалыптасқан бір үлкен бір жағы кезең. Сол адамзат үшін сол кездегі ол үлкен бір жаңалық болды, құбылыс болды ғой. Әрине, әрине. Жабайы жылқыны ұстау, оны міну деген нәрсе, ол қалай? Мысалы, сол кезеңдегі біздер айтамыз, мына қалай мысалы айтсақ, ежелгіректерді алайық, немесе ежелгі римдіктерді алайық. 2000 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын үлкен бір мына гректің жағы мекендері болсын, милеттері болсын, сонымен қатар Рим империясының жағы, галдары болсын, жағы претариандықтары болсын, олардың бәрін қарап отырсаң, ол жағы жазба деректерде де, сонымен қатар мына қандай да бір жаңа артефакттар сақталған мына бейнелеу бар ғой, бейнелеулер, солардың қарасаң, әскерлердің бәрі жаяу жүрген. Ал осы біздің өңірден шыққанда ол өзі жылқымен жүрген. Енді жылқыны қолға үйреткеннен кейін, оны көлік ретінде жаңағы пайдаланғаннан кейін, оның үстіне ері болады. Оны ойлап шығару, аяқты ұстап тұру мына үзеңгі. Ауыздық. Оның бәрі мысалы, қалай айтсам болады, қандай да бір қазір үйімізде, мысалы итті алайық үйіміздегі, үйдегі соның жағы байлап қойған кезде, ол айналсоқ қоймаса, ол оратылып қалады. Біз дәл сондай кішкене бір жағы, мынандай бір зат, ол темірден жасалған. Егер сол болмаса, анау өліп қалады. Және ол темірдің сапасын қарайды. Ол аңаға денсаулығына, тіліне, аузына зиян тигізбеу керек. Оның бәрі ойланып. Оның бәрі ойланып. Мысалы, қандайдыр механизм, мына жағы ауыздықта нені айтып жатырмыз ғой, егер оның жағы механизмі қандайда бір 1-2 миллиметр қисық болса, не болса, онда ол ана қауіп өміріне. Жылқы болсын, басқа да бір жануар болсын, қауіп болады. Міне осының бәрін ойлап шығару, ойлап соның жағы мына тәжірибеде бәрін, күнделікті өмірде бәрін қолға алу, оны нету, ол анау адамның қолынан келмешін. Бұл нені аңғартады? Бұл сол кезеңде 2000 жыл, 2,5 мың жыл бұрын мына мәдениеттің дамуы.
өте жоғары өзің замандағы жоғары деңгейде болғаны. Сондай ата бабаларымыз туған жерінде осындай дүниелер ойлап тапқан болса, біз де 21 ғасырда өзгеден кем қалмай ғылым техникаға бет бұрып жастарымыз осындай бір жаңалықтар шығаруға құлшыну керек, соған жағдай жасалу керек қой. Тек шикізаттың көзі болып, тек пайдаланушы ғана болып қалмай, пайдаланушы ғана болып қалмай, біздің де қолымыздан келетін, дәлелдейтін бір кезең келе жатқан сияқты сезесің бір. Қанша қиын болғанмен. Өйткені адамда үміт деген нәрсе бар. Үміт, жақсылыққа талпыну деген нәрсе бар. Қазір жастардың жаңағы олимпиадалардан орын алуы, тарихтан болсын, математика, физикадан болсын, ол деген бұл халықтың потенциал мүмкіндігі бар дегенді көрсететін алғышарттар емес пе? Дұрыс, енді мен бір айтарым, мына ғаламға, білімге деген құштарлықты ояту керек. Мына надандық керек емес. Қазір көп болып отырған жағдайлар, мына қоғамдағы нелер, әлең жағдайлар ғой, көбінесе басым көпшілігі. Соның бәрін, бұл бәрі надандықтың кесірі, надандықтың нәтижесі. Енді надан деп отыра бермей, ары қарай жылжу керек. Адам бірінші орында өз-өзін сыйлау керек. Өз-өзін сыйламаса, оны ешкім сыйламайды. Өз-өзін сыйлау деген не? Ол үлкен бір терең түсінік. Оның жағы қасындағы адаммен сұхбаттасу, оның жағы қарым-қатынасы, оның жағы сыйлауы, құрметтеуі, оның киім кию, оның сөйлеу, міне осының бәрі үлкен бір мәдениеттілікті болады. Егер мәдениет болмаса, ешқандай даму болмайды. Жеке өзім түсінігім. Мысалы, көп далада жүріп нетіп, адамның түрін көресің ғой. Сол кезде міне осындай бір жағы қорытындыға келіп отырмын. Түсіндім бәке. Бұрынғы айтатын надандық, мысалға, екі әріп қоспау сауатсыздық болса, қазіргі сіздің айтып отырған надандығыңыз ол адамның жеке өсуі, жан-жақты өсуі. Рухани. Иә. Сыртқы киімінен бастап, түрінен бастап, сөзінен барлығы. Жақсы, олай болса осыдан тізгін тартайық. Қадірлі көрермен, міне біз археолог, ғалым, тарихшы Мұрат Қалменовпен қазақ археологиясына қатысты бірсыпыра әңгімені қозғадық. Олай болса, көріскенше күн жақсы, рухымыз асқақ болсын деп бағдарламамызды аяқтаймыз.